Ал құрметті жас түлек, келесі талдайтынымыз тағы да теория. Сіздермен бірге қазір жақсылап тұрып мына теорияны талдап беремін. Конспект жазатын кезде видеоны тоқтатып, сұрақты до конца дұрыстап оқып алыңыздар. Өйткені сұрақта көп оқымайды, көп оқушылар қателесіп, дұрыс емес белгілеп отыр. Бастадық. Өткізгіштің электр кедергісі нөлге жуық болатын өткізгіштің күйі. Яғни біздің кедергіміз нөлге қарай не істейді дейді? Ұмтылады дейді. Нөлге жуық болатын өткізгіштің күйін табыңыз деп айтқан. 4 вариант берілген. Өткізгіш деген жалпы не? Ол не? Металл. Келісетін шығармыз, а? Өйткені металл деген сөз электр тоғын ең жақсы өткізетін металл ол. Өткізгіш емес ол. Өткізгіштің өзі өткізгіш дұрыс жауап болмайды ғой. Өзі өткізгіш тұраса, қалай дұрыс жауап осы болады? Ол логично. Диэлектрик дейді. Диэлектрик емес, өйткені ди деген сөз жартылай өткізеді. Одан кейін асқын өткізгіштік, сосын жартылай өткізгіштік. Мына жартылай деп қазір айттық қой. Мына уже өз сияқты дұрыс жауап бола алмайды. Сонда дұрыс жауап кім болады? Асқын өткізгіштік. Мысалы, асқын деген қазақтың сөзі, яғни қалай айтсам болады? Асқын, яғни бірден асып, өз мөлшеріне дейін до конца жетеді деген сөз. Сол кезде кімге қарай ұмтылады? Ол нөлге қарай ұмтылады екен. Сонда дұрыс жауап асқын өткізгіштік деп жауап береміз. Өйткені нөлге ұмтылған кез, мынандай лайфхак жаттап алсақ қой, или миды ашытпай. Всегда нөлге ұмтылғанда дұрыс жауап асқын өткізгіштік болады деген.